Жемқорлыққа байланысты зерттеу жүргізетін халықаралық қоғамдық ұйым жылда әлемдік рейтингтің қорытындысын жариялайды. 2017 жылғы тізімді қарасақ, 180 мемлекеттің ішінде Қазақстан, Әзербайжан, Джибути, Либерия, Малави, Мали, Молдова елдермен қатар 122 орында тұрған екен. Ал 2020 жылы 94 орынға көтерілген. 3 жылдың ішінде 28 орынға жоғарылағанымыздың өзі ауыз жаласқан сыбайластарға қарсы жасаған күресіміздің жемісі шығар деп болжап қойдық. Жемірлер жайламаған, жері қалмаған елге жер бетінде жемқоры жоқ мемлекеттер де бар деген ертегіде естілетін шығар. Мәселен, тізім бойынша Жаңа Зеландия мен Дания парақоры жоқ, парасатты ел болып көш бастап тұр. Қарап отырып қызығасың. Жоғарыда айтқан тізім соңында Ресей мен Сирия, Оңтүстік Судан, Сомали сынды мемлекеттер тұр. Бізден де төмен соларды көріп жаға ұстайсың. Демек олардың кеңірдегі біздегі мешкейлерден де кең болып тұр ғой. Әлем елдеріндегі жемқорлықты зерттейтін халықаралық ұйым Қазақстандағы қарапайым халық пен кәсіпкерлер арасында сауалнама жүргізді. Нәтижесінде Жамбыл, Атырау, Алматы, Қарағанды, Қызылорда, Батыс Қазақстан облысы мен Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында кез келген проблеманы пара арқылы шешілетіндігі айтылған. Ендігі нақты статистикаға жүгінейік. Елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің мәліметінше 2021 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша жемқорлық дерегімен 921 іс тіркелген. Оның 725-і сотқа жолданған. Енді келтірілген залалды барынша толық өтеу үшін ұрланған қаражатты қайтару, оның ішінде шетелде заңсыз активтерді белгілеу және оны мемлекет кірісіне тәркілеу арқылы қайтару бойынша барлық қажетті шаралар қолданылуда. Бұл ретте құқыққа қарсы әрекеттер үшін жазаның бұлтартпастығы заңдылықтың маңызды қағидаты ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік әділдікті қамтамасыз етудің көрсеткіші екенін білесіздер. Әлемдік сарапшылардың жемқорлық жайлаған елдерге жүргізген зерттеу бойынша орта есеппен әрбір 6-шы отбасы пара береді екен. Бұл жағдай Еуропаның шығыс жағында артып келеді дейді. Ал басқа бөліктерінде көрсеткіш төмен. Transparency International ұйымының дерегінше шығыс Еуропа және орталық Азия елдерінде коррупция асқынып тұр. Жемқорлықпен күресті 100 балмен есептесек 20-ға жуық мемлекеттің 3-тен 2-сі соның жартысында көрсете алмаған. Биылғы статистика Балтық елдердің жемқорлықты жапырып жатқанын байқатады. Эстония үздік 20-ға еніп 18-ші орында тұр. Литва 38-ші орында. Грузия 44, Латвия 42-ші орында. Беларусь 70-ші орында тұр. Орталық Азия елдері біздікі тәубе дерлік секілді. Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан 160-тың арғы бергі жағын бөліп алыпты. Көңіліне жақпаса президенттің қуып жіберетін қырғыз ағайындар да коррупциядан көресін көріп келеді екен. 132-ші орында. Кеңестен қалған кеңістікте біз әзірге Армения, Беларусиядан қалып келеміз. Бір кездері жемқорлық жайлаған Грузияны да Михаил Саакашвили жалмауыздарды жою жағынан көш бастайтын шамаға жеткізіп кетті.